Өміріңіздегі ең маңызды күніңіз, туған күніңіз және не үшін туылғаныңызды түсінген күніңіз. Ешқашан ақымақтармен санаспаңыз, себебі олар сізді алдымен өз деңгейіне түсіріп, онан соң жетістікке жеттім деп жарияға жар салады. Бәріміз айға ұқсаймыз, баршамыздың ешкімге көрсетпейтін қараңғы тұстарымыз бар. 14 жасымда әкемнің жанымнан шықпай әр нәрсеге араласа беретінін жақтырмайтын едім. 21 жасқа келгенде өткен 7 жыл ішінде әкемнен өте көп нәрсе үйренгеніме қатты қуандым. Шынайылық жоғалып кеткен мәдениеттің ең бағалысы. Барша жауыздықтың анасы жоқшылықтан басталады. Достарыңыз сыртқы көрінісіңізді мақтай бастаса, жасыңыз өсіп, қартая бастапсыз. Жер телімдерін сатып алыңыз, себебі олар қайта өңдеп шығару керек болған бизнес түріне жатпайды. Жаңа нәрсе ойлап шығарған адамның жұмысы реттеліп кетпейінше, оны бәрі тентекке теңейді. Шылым шегуді тастаудан оңай нәрсе жоқ. Мұны білуімнің себебі, өзім де талай рет шылым шегуді тастап көргенмін. Адам оны өзгелер жақсы көру үшін өте көп нәрсеге барады, бірақ оған қызғанышпен қарау үшін қолынан келгеннің бәрін істеп көреді. Кітап оқымайтын кісінің кітап оқи алмайтын кісіден ешқандай айырмашылығы жоқ. Бақыттың қадірін түсіну үшін оны біреумен бөлісуіңіз керек болады. Адамзаттың ең ұтымды құралы бұл күлімсіреу. Батылдық деген қорқыныштың жоқтығы емес, қайта қорқынышпен күресіп, оны жеңе білу. Алға жүрудің құпиясы алғашқы қадамды жасау. Сізді өзіңізге деген сенімнен айыруға тырысатын адамдардан аулақ жүріңіз. Бұл ұсақ адамдарға тән қасиет, ал ұлылар сізді де ұлы адам болатыныңызға сендіреді. Деніңнің сау болуының жалғыз құпиясы жегің келмейтінді жеу, ішкің келмейтінді ішу, істегің келмейтінді істеу. Ақымақтарға алғыс айтайық, олар болмағанда жетістікке жету қиын болар еді. Уайымшыл жастардың сүмірейген сиқынан сорақы көрініш жоқ. Айғай-шу ештеңені дәлелдемейді, дәл сол сияқты жұмыртқалаған тауық та кішігірім планета туғандай қоқақтайды. Әділдік жалғыздыққа душар етуі мүмкін. Балалық шақта алдымыздан бақыт күтіп тұрғанын білетінбіз. Қартайғанда ол мүмкіндікті өткізіп алғаныңызды біліп, бармақ тістегеніңіз өкінішті. Сондықтан әзірден бастап әрекетке көшіңіз. Нағыз дос сен қателессең де жаныңнан табылады, ал жолың болып ісің алға басса, өзгелер де әрқашан сенің қасыңнан табылады. Афоризмнің басты қасиеті аз сөз, терең мағына. Адамның өзіне риза болмай, өмірге ризамын деуі бос әурешілік. Егер бізді біреу сыйламай қойса, біз оған қапаланып, қатты ренжиміз, ал шын мәнінде пенденің барлығы іш-ішінен өзін сыйламайтыны рас қой. Ақша керек болса, бөтеннен сұра, ақыл қажет болса, досыңнан сұра.
Жетістіктің құпиясы ойдағы істі бастап кетуде. Егер үнемі шындықты ғана айтатын болсаңыз, сізге ештеңені есте сақтаудың қажеті болмайды. Мейірімді болу ұлы іс, ал өз жақсылығын жұртшылыққа айтпай құпия сақтаған адам одан да ұлы.